Сіз ыстық суды дұрыс іше білесіз бе? Көпшілігіміз таңертең бір стақан жылы су ішу керек деп естиміз. Бірақ оны қалай, қашан, қандай температурада ішу керек екенін білеміз бе? Қарапайым бір стақан ыстық су сіздің ағзаңызға дәріден де пайдалы болуы мүмкін. Дұрыс ішсеңіз, денсаулықтың кілті, ал қате ішсеңіз, зияны да бар. Бүгін осы құпияны ашайық. Сізбен бірге доктор Берік, қазақша түсіндіретін денсаулық кеңесшісі. Бүгін біз маңызды тақырыпты бірге талдаймыз. Ыстық су біздің ас қорыту жүйесін іске қосады. Әсіресе өт қабындағы маңызды қақпақ, сфинктерді босатады. Бұл қақпақ ашылмай қалса, ас дұрыс қорытылмайды, адам өзін ауыр сезінеді. Ал ыстық су осы процесті жеңілдетеді. Әуелде бір түрлі әсер етеді, бірақ кейін оң нәтижесін береді. Ағзадағы су жетіспесе, қан қоюланып, жүрекке салмақ түседі. Өт жолдары қысылып қалса, ас дұрыс қорытылмайды. Суық су ішкенде асқазан жиырылып, ас қорыту баяулайды. Қандай белгілерде ыстық су ішу пайдалы? Іш кебу, ас қорыту қиындауы. Бауырда ауырлық сезімі. Қан қысымының ойнауы, бас ауыру. Тағы бір маңыздысы, күйзеліс кезінде ас қорыту тоқтайды. Ыстық су диафрагма мен бұлшықеттерді босаңсытып, ағзаның табиғи жұмысын қалпына келтіреді. Қытай медицинасында жылы су жанның жылуы дейді. Бұл дәстүр мыңдаған жылдан бері қолданылып келеді. Әр мектепте, әр кеңседе, тіпті әуежайда адамдар ыстық су ішеді. Нәтижесін көрген соң бізде де көпшілік үйреніп жатыр. Ыстық суды қалай ішу керек? Таңертең аш қарынға тамақ алдында 5-10 минут бұрын немесе тамақтан кейін 20 минуттан соң. Күні бойы термосқа ыстық су құйып, әр 2-3 сағат сайын ішіп отырсаңыз, бүкіл ағзаңыз жеңілдеп алады. Температурасы тым ыстықта, салқында болмауы тиіс, ауызда ұстап тұруға жайлы болуы керек. Пластик құтыдан емес, термос не әйнек ыдыстан ішкен дұрыс. Өйткені ыстық су пластиктен зиянды заттарды өзіне тартып алады. Лимонды күнде емес, анда-санда ғана қосуға болады. Өте ыстық суды ішуге болмайды. Бұл өнешті күйдіріп, тіпті қатерлі ісікке апаруы мүмкін. Кулерден ұзақ тұрған суды тұрақты түрде ішу эндокриндік жүйеге зиян. Бүгінде әлемде миллиондаған адам таңды ыстық сумен бастайды. Дәрігерлердің тәжірибесінде де ыстық су ішкеннен кейін адамдардың ас қорытуы түзеліп, энергиясы артқаны байқалған. Тіпті өз елімізде де талай кісілер ыстық суды күнделікті әдетке айналдырып, денсаулығын жақсартып жүр. Суды дұрыс ішу денсаулыққа пайдалы әдет. Мысалы, дәрігерлер суды асықпай, бірден емес, аз-аздан ішуді ұсынады. Бұл ағзаға жеңіл тиеді. Біздің дәстүріміз бен дінімізде де суды ішу әдебі бар. Айталық, суды отырып ішу, ыдысқа үрлемеу, 3 ретке бөліп ішу сияқты әдеттер ұсынылған. Бұл тек құрмет емес, денсаулыққа да пайдалы. Ағайын, сіз де ертеңгі күніңізді өте ыстық емес сумен бастаңыз. Бір апта байқап көріңіз, денеңіз жеңілдеп, көңіл күйіңіз көтеріліп, ұйқыңызда түзелетінін байқайсыз. Өз тәжірибеңізді пікірге қалдырыңыз, өзгелерге де мотивация болсын. Бұл кеңес пайдалы болса, арнаға жазылып, лайк басыңыз. Ал біз сізге апта сайын денсаулыққа қатысты жаңа әрі пайдалы ақпарат ұсынамыз. Есіңізде болсын, аурудың алдын ал емінен жеңіл дейді халық. Денсаулықтың кілті қарапайым әдеттерде. Күніне бір стақан ыстық су жылдар бойғы сырқаттан сақтайды. Берік болыңыз, бірге болыңыз.